Болашақ мамандық. Қазіргі таңда кеңінен қойылатын сұрақ. Қай мамандық көбіне талап етіледі? Қайсысына мүлдем жоламау керек? Бірақ бәріне маңызды сұрақ емес. Қазіргі тез дамып жатқан әлемде көптеген мамандықтар, өте көп мамандықтар жойылып бара жатыр. Соның есесінен сұрақтар мен болжамдар өте көп. Осы сұрақтарға жауап беру үшін біз екі кітапты мысалға аламыз. Бірінші кітап 21 ғасырға арналған 21 сабақ. Екінші кітап жасанды интеллекттің ірі мемлекеттері. Берілген ақпараттарды қарастырар алдында біз бір нәрсеге көз ашуымыз керек. Сен таңдаған мамандықты сен өмір бойы істеп шығу қажетсің. 40 жылдай. Сол себепті таңдауда сақ болғаны жөн. Ал енді сұрақтарға жауап. Бірінші айтары мамандық ол кибер қорғаныштық саласына байланысты. Бұл мамандық қалай қажет болады? Қазір көптеген маңызды ақпараттар цифрлы түрде сақталған әртүрлі серверлерде. Солардың жоғалу қаупі өте үлкен. Сол себепті бұл мамандықтың қолданысы өте жақсы табылар болашақта. Келесі мамандыққа ол медицина мен технологияның қосылысынан пайда болған саланы айтуға болады. Ол нені білдіреді? Қазіргі жаңалықтарға сүйенетін болсақ, медицина саласында техниканың қолданылуы ол қалыпты. Бірақтан кей жерлерде жалпы сол технологияның қолданысы адамдарды персоналды емдеуге көмектеседі. Олар адамдардың жеке ауруларын, қан құрамаларын, жалпы ағзасының жеке мәселелерін алып, сол арқылы ауру адамға жеке ем қабылдайтындай шаралар қолданылады. Бұл салаға технология енгенімен, бірақтан ол адам миы мен адам ойлауын ауыстыра алмайды. Келесі мамандық ол психотерапия. Соңғы бақылауларға қарасақ, адамдар арасындағы стресс деңгейі өте қатты өсті. Және оған сыртқы әсер ететін факторлар да көп. Осыған байланысты психотерапевтерге сұраныстар көбейіп жатыр. Соңғы 10 жылдағы статистика мысалға. Ал бұл салада жасанды интеллекттің пайдасы аз болатыны әркімге мәлім. Келесі мамандық робототехника саласымен байланысты. Бұл жерде артық түсіндірмен де қажет жоқ. Ал енді болашақтың талаптарына бейімделуге арналған қажетті жеке қабілеттерді сипаттайтын мәліметке оралайық. Бірінші қабілет ол өмір бойғы білім алу. Бұл қабілеттің сипаттамасы оңай. Жалпы әлемнің қарқынды дамуының себебінен бүгінгі алынған білім ертең күнде қажетсіз болады. Ал бұл қабілеттің басты назары сол жаңа білімдерді іздену мен соларды меңгеруде талпыну. Сол арқылы болашақ әлемде бейімделуге болады. Ал келесі орында сыни ойлау қабілеті. Сыни ойлау қабілетінің болашақта маңызы ол адамның жеке қабілеттері мен оның ой өрісінің дамуына әкелу. Егер сыни ойлау қабілеті жақсы дамыған болса, онда адамның даму жолында бір орында қалып қалуы өте қиын болар. Сол арқылы әрқашанда жаңаға талпыныс пайда болады. Келесі маңызды қабілеттердің бірі ол дисциплина аралық білім. Қарастырылған мысалдарда медицина мен технологияның қосылысына пайда болған саланы алсақ болады. Жалпы дисциплина аралық білімнің сипатын былай алсақ болады. Бір ғана бағытта қолданылатын білім емес, сонымен басқа да бағыттарда қолданылатын білімнің комбинациясына пайда болады. Медицина мен технологиялардың қосылуына пайда болған салада сол қабілет өте қажет болады, және кейінгі болашақта да. Келесі қабілет ол креативтік. Келер 10 жылдықта немесе 50 жылдықта жасанды интеллекттің креативке жақындауы мүмкін болмас. Технологиялар жай ғана құрал бейнесінде ғана бізге көмек бере алады, ал басты режиссер адамның миы және оның өзі болып қалады. Сол себепті бұл қабілет бұл кейінгі болашақта өте талап етілетін болады. Қазірдің өзінде де сондай мысалдар көп, және оны дамытқаны дұрыс. Осы кеңестер мен талаптарға сүйенетін болсақ, болашақ мамандықты табу қиынға соқпас. Бірақтан, сен таңдаған мамандық саған ләззат әкелетін, сен ғашық, саған ұнайтын мамандық болған жағдайда, ол салада сен үлкен жетістіктерге жете аласың. Соны ұмытпаған дұрыс. Конфуцийдің сөзін есімізге түсіреміз.